Құрметті менің оқушыларым, біраз қандай уақыттан кейін, санаулы уақыттардан кейін сіздер бастауыш білім сатысымен қоштасасыздар. Ең алғаш жаңағы мектеп табалдырығын имене аттаған шәкірттерім міне 4 жыл білім алып, орта буынға аяқ басқалы отырсыздар. Сіздер осы бастауыш білімде қазіргі заманға сай жаңартылған білім мазмұны бойынша ең алғаш білім алып, сол бойынша бірінші бастауыш буын аяқтадыңыздар. Біздің ең алғаш қолымызға ұстаған кітабымыз сауат ашу оқулығы болды. Осы сауат ашу оқулығы арқылы сіздер оқуға, білімге, әріптерді танып, үлкен білім жолына қадам басып, оқу білімді игердіңіздер. Сонымен қоса, осы жаңартылған білім мазмұны бойынша сіздердің бағаланған білім жүйелеріңіз, баға жүйесі емес, біздер жарайсың, талпын, керемет, өте жақсы деген мақтаулармен өз білім жетістіктеріңізді көрсете білдіңіздер. Ең алғаш мектеп табалдырығын 6 оқушымен аттадыңыздар. Ең алғаш мектеп сыныбын 1-ші сыныпқа 6 оқушымен қабылдадық. Міне біз қазір 8 оқушы болып 4-ші сыныпта аяқтағалы отырмыз. Енді осы сіздер бастауыш сыныпта көптеген жақсы жаманды айыра алатын, көптеген айналадағы табиғи құбылыстардың барлығымен таныса білдіңіздер деп ойлаймын. Енді ары қарай осы бастауышта алған білімдеріңізді жетілдіріп, орта буында да, ары қарай білім баспалдақтарында да жақсы жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Мен сіздермен мақтанамын, мен сіздерді жақсы көремін. Әрбіреуіңіз, әрбір жеке бір парақша деп айтуға болады. Ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған кезде имене бассаңыздар, қазір міне толысып, жетілген, жан-жақты оң соңымызды таныған үлкен оқушы атандық деп ойлаймын. Осындай үлкен жетістіктерге жетудің үлес қосқан ең біріншіден сіздердің ата-аналарыңыздың арқасында. Ата-аналарыңызға да көп рахмет айтамын. Сіздер мені ұмытпайды деп ойлаймын. Мені жаманат келтірмейсіздер, мен сіздерге сенемін. Сіздерден болашақта үлкен атақты шәкірттер шығады деп ойлаймын. Мен сіздерді жақсы көремін. Алдағы білім баспалдықтарыңызға да сәттіліктер тілеймін. Мен жалпы білім беретін Жырағды орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы Тұрсынғали Айкөркем Рашидқызы. Өзімнің алғаш рет білім нәрін сусындатқан ұстазым Бергалиева Ақсұлу Ғұбайдоллақызына балалық жүрегімнен алғыс білдіремін. Санама білім нәрін сепкеніңіз үшін, білмегенімді үйретіп, алға жетелегеніңіз үшін мың алғыс. Ұстазым мектептің тірегі, ұстазым мектептің жүрегі, биіктен көрініп самғасын, көгершін боп ұшқан түлегін. Әр сабақтың оразан сол талабы, әр қашан ашық жарқын қабағы, Ақсұлу апайдың әрбір берген сабағы мәңгі есімде қалады. Бүгін міне жақсы күн жарқыраған, көңілдер қуаныштан сарқыраған, қоштасатын күн келді бастауышпен. Қиындау болып тұрау бүгін маған, кеше ғана алдыма келген еді, именіп ұлы ұяға енген еді. 4 жыл бойы сусандап білімменен ұшатын қанат қағып келді кезі. Білімнің сара жолы бастауыштан басталатынына, бастауышта алған білімнің негізі болып қалатынына көзіміз жетті. Бастауыш сыныбымен алғаш қолыма қалам ұстатқан алғашқы ұстазыммен қоштаса отырып, орта буынға аяқ басып барамыз. Өз отанының адал ұлы мен қызы болуға тәрбиелеген алғашқы ұстазым Ақсұлу апай. Бұл оқу тамақ болар қарнашқанда, жол табар қараңғыда адасқанда. Мал озбас біле білсең білімді озар, ақыры керек болар бізсіз қанға деп Міржақып ақыны атамыз айтпақшы, тарыдай болып кіріп, таудай болып шықтық. Оң мен солды, жақсы мен жаманды айыруды үйреткен алғашқы ұстазым. Менімен парталас құрбы достарыммен және сізде мейірімді ұстазбен 4 жыл бірге оқығаныма қатты мақтанамын.
4 жыл білімнәріме сусындатқаныңыз үшін, апай, Ақсу апай, сізге басымды иіп, рахметімді айтамын. Сәлеметсіздер ме? Мен жалпы білім беретін Жұрағатық орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы Мырзағали Аружан Жақсыкелдіқызы боламын. Менің сынып жетекшім Беркалиева Ақсұлу Құбайтоллақызы. Мен өзімнің сынып жетекшімде 4 жыл оқыдым. Мен сол өзімнің сынып жетекшімді өте қатты жақсы көремін. Менің сынып жетекшім ол өте ақылды, ақкөңіл адам. Біз деген қанша шуласақ та, бізге төзеді. Бізді қолдайды әрқашанда. Менің мұғалімім ол өте сыпайы, әдемі жан. Мен өзімнің мұғалімімді өте қатты жақсы көремін. Және де менің осындай онлайн түрде оқысақ та, менің апайым, яғни ұстазым Беркалиева Ақсұлу Құбайтоллақызы, ол бізге қамқор болады, және де барлығын түсіндіреді. Кейбір қиын нәрселерді де айтады. Және де біз осы қазақ тілдерін шылау, үстеу дегендерді өтсек те, есімдік, бірақ апайымыз бізге все равно бәрін айтады, түсіндіреді. Біз өз апайымызды өте қатты жақсы көреміз. Мен сол апайымның маған тәлім бергеніне, барлығын үйреткеніне үлкен алғыс айтамын. Өзі менің ұстазым болмаса, мен осындай жетістіктерге жете алмас едім. Және де менің ұстазым ол мен олимпиадаларға, қадір оқуларына апарып келді. Мен сол апайыма үлкен алғыс айтамын сол үшін. Егер менің ұстазым ол кісі болмағанда, мен мүмкін мұндай жетістіктерге жете алмас едім. Және де сол менің Ақсұлу апайым қолыма алғаш рет әліппені ұстатты. Мен әріптерді үйретті, қаламмен жазуды үйретті. Мен содан осындай үлкен жетістіктерге жеттім. Қазір мен сол өзімнің ұстазыммен қоштасамын. Менің өзімнің ұстазыммен қоштасқым да келмейді, бірақ бұлай істеуге мәжбүрмін. Мен әрі қарай осы менің ұстазыма арнаған кішкене ғана өлең шумағын арнағым келіп тұр. Сынып жетекші. Ұстазым екінші анам аялаған, біздерден бір білімін аямаған жетекші апай, сізге ерекше көп алғыс. Таңертең күнде құшақ жаяр алдан, әр адамға құрметпенен қараған, өз бойынан мол ізгілік тараған, талаппенен тәртіпті тек ту етіп. Ақсұлу апай, сіздей қайда бар адам? Апайым, осы өлең жолдарына да байланысты сіз бізге деген тәлім бердіңіз. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз. Егер сіз болмасаңыз, біз ондай болмас едік. Тәрбиелі, үлгілі де болмайтын.